өмір бойы емес қой. Спорттық мансап өте қысқа. Басқа бокс стилі ұнайтын шығар мүмкін оған. Біз бір-бірімізді көрмедік. Ұтылдым, келесі күні үйге қайттым. Токио олимпиадасы көп әңгіме туғызған. Бар өмірім қазіргі сәтте негізі бокспен байланысып тұр. Ащы болса да шындық, қарағандының боксы құлдырап баратыр. Жекпе-жек өткізуге, Америкаға кетуге болады. Олайда 8 боксшының бәрі бірдей бабында келмеу мүмкін емес ол. Абай бокс мектебі елімізге ерекше танымал енді. Бұл айтарлық сөзін ашығы керек, ешкім қолдан жоқ. Бір ғана мақсат бар, бұл өмірде адам болып дүниеге келген соң адам болып өту. Эфирде шыққандары бар, шықпағандары бар. Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызға кезекті сұхбатымызды ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта еліміздің мақтанышы, боксшы, бірнеше әлем чемпионатының жүлдегері Абылайхан Жүсупов. Ассалаумағалейкум. Абылайхан, қош келдің. Рахмет. Көңілге қалай? Аллаға шүкір, бәрі жақсы, ойдағыдай. Енді мінекей бүгін уақыт жоқ заманда уақыт тауып, келісім беріп, осы сұхбат бергеніне рахмет. Кішкентай кезінен бастайық, балалық шағың қай қалада өтті, қай қалада дүниеге келдің? Мен 1997 жылы 10 қаңтарда Қарағанды облысы Абай ауданында дүниеге келдім. Әкем мектепте ұстаз болып жұмыс істейді, алғашқы әскери дайындық сабағынан. Анам үйде жұмыс істейді, үйде балалармен көп балалы отбасында дүниеге келдім. Менің алдында әпкем, ағам, менен кейін бауырым болған және қарындасым бар. Боксқа неше жасында бардың біріншіден? Боксқа 7 жасында анам алып барған болатын. Ол кезде Абай қаласында Серік Сәпиев енді әлем чемпионы атанып жатты. Одан бөлек басқа да көптеген боксшылар бар. Оның қатарында Серік Нұрқазов ағамыз, Олег Маскаев, Ресейдің атынан кәсіпқой боксшы, бокстасып әлем чемпионы атанған. Одан да бөлек қаншама спортшылар болды. Данияр Манатбасов сынды ағаларымыз. Сол себепті Абай өзінің бокс мектебімен мақтанатындай. Танымал, елімізге ерекше. Өте танымал. Сондықтан анам мен әкем ойлана келіп, осы бокс үйірмесіне әкелуге шешті. Содан кейін анам мені 7 жасында боксқа алып келді, әлі есімде. Өзіне бірден ұнады ма бокс? Көбісі енді футболға барады, күреске барады. Сөзін ашығы керек, негізі бірінші күні алып келген кезде, қателеспесем, бейсенбі күні болды ғой деймін. Бейсенбі күні боксшыларда жаттығу жоқ. Бұл күні бізде монша күні, банный день дейді ғой. Сондықтан тренировкалар жоқ екен сол күні. Сосын күреске бардым, қазақша күреске 1-2 күн бардым. Сосын қайтадан боксқа келдім. Күрес ұнамады? Күрес ұнамады. Көптеген спорт түрлерін көрдім боксқа дейін. Сөздің шыны керек. Футболға да бардым, шашкемен де айналыстым. Басқа да 1-2 спорт түрлерімен айналыстым. Бокспен қатар баскетболмен де айналысып жүрдім 3-4 жылдай. Бірақ дегенмен боксқа қаттырақ ұнаттым да, бокс үйірмесінде қалдым. Сол бокс мен спорт түрім осы, менікі деп қашан түсіндің, қай сәтте? Бір 9-шы сыныпта түсінген шығармын. Сол кезде енді ірі жарыстарды өте бастадым. Енді бокста разряд бар ғой, сол разрядтар ала бастадым. Кандидат мастера спорта, спорт шеберінің үміткері дейді ғой. Сондай разрядтарды ала бастағаннан кейін өзіме одан сайын қатты ұнатып боксты. Мынау расымен менің спорт түрім. Одан бөлек 9-шы сыныпта мынандай сұрақ туындай бастады. Немесе сабақ, немесе спорт. Әкең айтқан болатын бір сұхбат барысында. Абылайхан сабақты да жақсы оқиды, спортта да нәтиже көрсете бастады. Сонда таңдау жасауға қиын болды ма? Қиын болды негізі, сөздің шыны керек. Өйткені жарыстарға барамыз, келеміз, көп сабақты түсінбейсің. Мысалы, ол кезде физика бар, химия бар. Бір сабақтан қалсаң түсінбейтін балалар бар. Қиын сабақтар дейсің ғой. Ал бұл жерде апталап жоқ боласың, келесің, мүлде түсінбейтін заттарды айтып жатады. Намыстанасың да, себебі кішкентай кезден бері озат оқып, мына жерде көп нәрсе түсінбеген, өзіме намыс ретінде, намыс маған тиді де. Сосын көп нәрсені ойланып, әке-шешеммен ақылдасып, ең ақырында спорт жолын таңдадым. Негізі кім болғың келді, боксшы болмасаң кәсіби түрде? Бірінші сыныптың шығармасында жазған кезде президент болам деген. Енді ол арман ғой, әрине. Әлі де кеш емес, ол жайға да қиял емес қой. Әлі жассың. Қандай мамандық таңдар едің негізі? Енді ол жағы
белгісіз болып қалады деп ойлаймын. Себебі өткен зат өтті, спортты таңдадық, оқуды ұмыттық. Нақты айта алмаймын. Мүмкін әскери жолды таңдайтын шығармын, себебі өзім кішкентай кезімнен сондайды ұнатамын. Әкем де әскери адам болғаннан кейін, мүмкін сол кісіге еліктеп әскери адам болған. Отанымызды қорғайсың. Иә, өйткені есімде 6-шы сыныпта ма 7-ші сыныпта ма Астанадағы бір әскери оқу орнына тапсырған болатынбыз, ұланға. Әкеміз екеуміз барлық медосмотр, тесттардың бәрін тапсырып, бірақ өкінішке орай белгісіз себептермен бармай қалдым. Негізі мамандығың қандай? Жоғары оқу білімің бар? Иә, жоғары оқу орнына Қарағанды экономикалық университетіне түстім. Ректор Ерқара Балқаралы 11-ші сынып бітіріп жатқан кезде шақырған болатын. Біздің университетке түс, біз саған грант береміз деп қолдау көрсетіп, өз жағынан енді ондай көңіл бөлініп жатқаннан кейін қалай келіспеске келісіп, ағама бірден хабарластым. Туған ағам бар, Ойрат есімі. Ойратқа хабарласып, Ойрат осындай жағдай болып жатыр, не істесем болады деп. Ол да Қарағанды экономикалық университетінің түлегі. Ол айтты бірден екі мамандықтың біреуіне түс, немесе жергілікті мемлекеттік басқару, немесе юрист. Өзі жергілікті мемлекеттік басқаруда оқып жатқаннан кейін мен де сол бағытты таңдадым. Алдыңға арба қайда барады, артқа арба сонда барады дейді ғой, сол сияқты мен де ағамның жолын қуанба деп сол жергілікті мемлекеттік басқаруға түстім. Сол мамандыққа оқығанда енді ешқандай өкініш жоқ қой, иә? Жоқ, мүлде өкініш жоқ. Керісінше мен өте қатты қуаныштымын. Студент шағым сол университет қабырғасында өткеніне, одан кейін бакалаврды бітіргеннен кейін бірден магистратураға сол университетке түстім. Сол мамандыққа? Менеджмент мамандығына. Ұқсас. Негізі келешекте Алла қаласа нағыз президент болатын мамандық екен. Елді қалай басқару керектігін үйретеді. Енді өзің білесің, көп спортшылар спорттық карьерасын аяқтаған кезде жаңа саясат алаңына барады, сол кезде керек болады деген ойдамын. Ондай жоспар бар шығар, әлде ол туралы әлі ойламадың ба? Жоқ, саясатқа мүлде қазіргі сәтте білмеймін, енді өзім қарсымын ол жерге баруға. Қызықпайсың? Қызықпаймын. Мүмкін, иә, спорт жағынан болса, әрине өзім көрген жолды, өзім көрген заттарды ертеңгі күні болдырмау үшін, жастарға көмек беру үшін мүмкін, иә. Келешекте барғанда дұрыс шығар. Өйткені сен өзің кішкентай кезінен бокс әлемін көрдің, елімізде қандай мәселе бар шешілмеген. Соның бәрін жақсы білесің ғой. Соны шешу үшін, көмектесу үшін, қолдау көрсету үшін барғанда дұрыс шығар келешекте. Сондай ойдамын. Енді бірінші үлкен жаңағы халықаралық дәрежедегі өткен жарыстың есінде болар. Қандай жарыс болды? Соңғы жарыстар ма? Жоқ, ең бірінші. Ең бірінші жарыстарым ба? Ең бірінші жарысым Абай қаласында өтті. Сол өзіміздің райондық жарыс болды. Бізде Абайда бокс группасында таңертең бір группа, кешкі сағаттарда 3 группа болатын. Солар арасында жарыс өткізген болатын. Сол жарыста 2 жекпе-жек өткіздім. Бірінші жекпе-жекті ұттым. Келесі күні өзім жасым кішкентай болғаннан кейін, ерте келгеннен кейін боксқа өзім бапкерім әрқашан айтатын, қатысқым келеді, жарысқа қатысқым келеді, мені шығарыңызшы деп. Жасым 10-да ол кезде 10 жастағы балалар арасында жарыс болмағандықтан мені 93-94 жылғы балалардың арасына тығып жіберді. Сол жерге мә бокс жасасын деп. Ол кезде ту туралы куәлікпен ғана шығамыз, ағамның ту туралы куәлігін аламын, ойрат болып шығамын жарысқа. Алдауға тура келді. Алдауға тура келді енді. Өзім қатты ынтам болғаннан кейін солай тренерім жігерлендіріп жарыстарға қатыстыратын. Сонымен қатыстым бірінші жарысқа. Бірінші жекпе-жек өттім, екінші жекпе-жек өте бір жақсы қарсыласымен шықтым. Өзім тренировка кезінде бокста жүрген кезде әрқашанда қатты ұрып, андай кей жағдайлар таяқ жеп қалатын моменттер болатын. Сонымен бокстасам деген кезде жақсы, бұдан қалай болса да жеңіске жетіп, чемпион боламын деген ой болды да баста. Сосын бірінші раунд есімде енді басталды, бокс жасап бір кезде маған атылып келе жатқан кезде мен солақай боксшымын ғой. Печень құрам, көзім жұмып печень құрам. Көзімді ашсам жерде жатыр екен де, ішін ұстап, сол кезде чемпион атанып, содан кейін тренерлардың да көзі маған түсіп, ептеп, сонымен алып кеттік. Одан сайын алға баса берді. Халықаралық деңгейде өткен жарыс, қандай жарыс ерекше есінде қалды? Негізі ең бірінші үлкен жарысым, ол 4 жылда бір болатын Азия балалары ойыны. Ол 4 жылда бір Ресейдің Якутия қаласында өтеді.
сол жарысқа 2012 жылы қатысып чемпион атанып үйге алтын медальмен оралған болатынмын. Сол жарыстан кейін менің үлкен жарыстарым басталды негізі. Енді өзің білесің, спортта, әсіресе бокста әділетсіздік көп орын болады. Сондай жағдаймен кездестің бе сен? Иә, кездестік. Ондай болып тұратынына қаншама рет көзіміз жетті. Олимпиада туралы айтамыз. Жалпы олимпиаданың алдында үлкен жарыстарға қатыстың ғой, халықаралық. Қандай бір ерекше есінде қалды? Бір әділетсіздікпен ұтылған жағдай болады ғой? Ондай жағдай өте көп болды негізі. Эфирде шыққандары бар, шықпағандары бар, облыс деңгейінде, Қазақстан деңгейінде өткен жарыстар бар. Ондай өте көп болды, бірақ бұл өмір болған соң, кім шыдайды соған, сол әрі қарай жұмыс жасап. Сондай жағдай орын алуға не түрткі болады, қандай себеп болады ол? Ол жағы белгісіз, нақты бөліп жарып айта алмаймын. Мысалы, біреудің бір бай адамның баласы қатысты деп айта алмаймын олай. Немесе тағы да ақшалай біреу нетті деп. Мүмкін төрешілердің көзқарасы солай шығар, мүмкін басқа бокс стилі ұнайтын шығар, мүмкін оған. Сондай жағдайлар орын алады негізі. Сосын қай жерде, мысалы, Ресейде болса, әрине төрешілер көбінесе сол Ресейдің боксшысын қолдайтыны белгілі, иә? Сол өткізілетін жерге де байланысты ғой, иә, жарыс мысалы? Иә, мысалы, мынандай сізге айта аламын. Мысалы, біз Европаға бір халықаралық турнирге барсақ, біз европалық боксшылармен боксасақ, мысалы, Испания елінің боксшымен боксасам, төрешілер Италия, мысалы, қай жақта, Болгария, Сербияның көрші мемлекеттерден төрешілер отырса, иә, мысалы, олар сол европалық бокс стилін ұнатады да, олар соған кішкене бет бұрып тұрады, мысалы. Азияның төрешілер отырса, олар азиаттарға көңіл бөліп отырады да, мысалы. Америкалықтар отырса, мысалы, Американың боксшысы боксаса, төрешілер Бразилия мен Эквадордық болса, олар міндетті түрде ақш-тың боксшысына береді. Сондай. Қандай айырмашылық бар жаңа стильде? Өте қатты айырмашылық бар. Өзіңіз байқасаңыз, америкалықтар жаңағындай кішкене кәсіпқой боксқа келеді стильдары. Мысалы, біздікі Қазақстан бар, Ресей бар, Белоруссия бар, мысалы, бұрынғы кеңес одағының мемлекеттерінің стильдары бір стильде аяқта жұмыс істеп, алдыңғы қол, классикалық бокс түрі. Шыдамдылықты талап етеді көбінесе. Сондай айырмашылықтар бар. Өзіне жақын енді біздің неміз ғой, біздің стиліміз. Иә, бізде оған қоса одан бөлек Абай бокс мектебі бар, Андрей Богданович Райш қалаған, өзіміздің жеке стиліміз бар. Енді жаңа сұхбатымыздың басында айтып кеттік, Абай бокс мектебі елімізге ерекше танымал енді. Жалпы Қарағанды спорт мектебі енді әлемге Геннадий Головкинді тәрбиелеп берді. Серік Сапиев ағамыз тәрбиелеп берді. Василий Жиров, иә. Себебі неде? Қалай ойлайсың? Себебі, мен ойымша, аға бапкерлерде. Сол аға бапкерлердің бокс мектебінде бізге үйреткен, одан бөлек қарағандылықтарда, мен ойымша, енді білмеймін, мінез құлықтары өзгешелеу сияқты. Енді әр боксқа керек мінез қасиеттері бар, иә? Ондай да бар, иә. Әр облыстың, мысалы, Ақтөбенің адамдарын алсаңыз, олардың мінез құлықтары басқашалау. Бәріміз қазақ болғанымен бөлінген емес бұл, бірақ жергілікті өскен ортаға байланысты болады ғой мінез. Сол сияқты қарағандылықтардың да өздеріне тән бір мінезі бар сияқты, мен ойымша. Енді көптеген жекпе-жек өткіздің ғой, өзіне бір есінде қалар қандай жекпе-жек болды? Өзіне қатты ұнайтын, сені бір алға басқызатын, алға ұмтылатын бір жекпе-жегің қандай? Кіммен кездестің? Ол жекпе-жегімді әлі өткізбеппін мен. Әлі күтудемін ол жекпе-жек. Ол алда дейсің ба? Ол жекпе-жек әлі алда. Барлық жекпе-жектер айтарлықтай өте жақсы болды мен үшін да. Бірақ нақты мына жекпе-жек есте қаларлықтай деп айта алмаймын. Енді Токио олимпиадасы көп әңгіме туғызған, дау да болды. 8 боксшы барды. Еліміз әдеттегідей боксшылардан көп
жеңіс күтті, үміт артты. Ашығын айтқанда енді халықтың үміті ақталмады. Себебі неде деп ойлайсың? Бұл жерде өте көп факторлар бар. Сол туралы Нақты бір фактормен бөліп жара айта алмаймын. Себебі мысалы төрешілер әділетсіз болдық десе, бәріне ол бірдей әділетсіз бола алмайды. иә, әрине. Біреу бабында келмеді десек, олай да 8 боксшының бәрі бірдей бабында келмеу мүмкін емес ол. 8 баланың біреуі міндетті түрде келу керек еді бапқа. Бұл жерде факторлар көп, мен айта алмаймын қазіргі сәтте ашық мынау үшін болды немесе мынау үшін болды деп. Қазіргі сәтте бізге қалатыны тек қана кінәні өзімізден іздеу болды. Мүмкін карантин әсері шығар. Мүмкін график бойынша былтыр болса басқа нәтиже болушы ма еді? Енді карантин десеңіз, карантин бүкіл мемлекеттерде болды. Бірақ Иә. Сол себепті. Бірақ әдеттегідей толықтай дайындық бәрі болды ғой уақытында. Дайындық бәрі болды, иә. Мүмкін жігіттер шаршап барған шығар. Шаршап барған шығармыз. Физикалық тұрғыдан емес, эмоционалдық тұрғыдан. Мүмкін ол. Психологиялық тұрғыда қандай бір көңіл күй болды осы команданың ішінде? Олимпиада аяқталған соң. Айта алмаймын, себебі ұтылған жігіттердің бәрі бірден үйлеріне қайтып отырды да. Біз бір-бірімізді көрмедік. Ұтылдым, келесі күні үйге қайттым. Сол себепті олимпиаданың соңында жігіттердің жағдайы қандай болғанын айта алмаймын. Енді елге оралған соң көптеген пресс-конференциялар болды, иә. Сонда енді бір халқымыз енді әрдайым қолдайды ғой, жеңісте де қолдау керек. Сөз тиген сәттер болды ма? Олимпиададан кейін ешқандай пресс-конференциялар болған жоқ. Олимпиададан ресми түрде болған жоқ, иә? Кездесу болған жоқ. Ешкім, былай айтарлық, сөзін ашығы керек, ешкім қолдаған жоқ. Қолдаған тек қана жақындарымыз, әке-шешеміз, әрине міндетті түрде, жақын достарымыз болды. Нақты қолдады деп ешкімді айта алмаймын. Бірақ сөзін астына алды, рас. Сол халық, енді мен әлеуметтік желіде ақтарып, жалпы ғаламторды оқысам, халықтың мынандай бір ойы бар. Неге ресми өкілдер пресс-конференция жинап, ресми түрде түсіндірмейді? Не себеп болды? Сондай бір не болатын ой да жоқ қой деймін, иә, жақын арада. Мынандай зат бар да, ұтылып қалсаң, сен ешкімге керек емес. Иә. Сен пресс-конференцияда керек емессің, сенің сөзіңе ешкімге өтпейді. Сол себепті ондай зат болмайтын сияқты, мен ойымша. Жалпы енді елімізде сенің ойынша бокста қандай мәселе бар шешілмеген? Қандай проблема бар? Мүмкін зал жетіспей ма, мүмкін кәсіби бапкерлер жетіспей ма? Бұл сұрақты мен білсем, айтушы едім негізі. Сенің ойың қандай енді? Былай болса жақсы болар еді деген мәселе деп айтпай қойық, бір ниетін, тілегін болсын. Мүмкін көбірек залдар салыну керек шығар. Былай қарасаңыз, ұлттық спортты деп айта аламын мен негізі. Иә, әлбетте. Және де бокс өте мықты ғой Қазақстанда. Соңғы әлем чемпионаты бәрінен дәлелдеді. Әлбетте. Иә, сол себепті ешқандай нақты бір өзгеріс керек деп айта алмаймын. Бәрі өз орнымен жақсы келе жатыр. Талантты жастар бар, өте жақсы ересек боксшылар бар. Теміртас Жүсіпов сіздерге дәлел, жақсы кеселе. Сол себепті бір нәрсені өзгерту керек деп ойламаймын. Келешекте қалай ойлайсың? Енді қазір көп бапкерлер, совет үкіметінен қалған бапкерлеріміз, енді өзің жаңа айтып отырсың, Абай бокс мектебі мысалы. Сол бапкерлік мектеп ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе ме? Қалай ойлайсың? Негізі, иә, негізі жалғасып келеді. Мысалы, бізде Абай бокс мектебін қалаушы Андрей Богданович Раиш. Ол кісінің қол астында жаттыққан спортшылар, боксшылар қазір аға бапкерлер. Ол Александр Владимирович Стрельников, Серік Сәпиевтің тренері. Одан бөлек менің бапкерім бар, Аманбаев Бауыржан Қуанышұлы. Одан бөлек тағы да бір-екі жас бапкерлер бар. Александр Владимирович Серік Сәпиевті тәрбиеледі. Одан бөлек қаншама спортшыларды тәрбиеледі. Александр Владимировичтің жеке қол астында айналысқан боксшылар қазір келіп жатыр. Маман болып, жас маман болып келіп жатыр. Және олар келешек ұрпаққа сол бокс мектебін ары қарай береді. Абылайхан, енді мен сұрайын дегенім,
Енді бокс ол бөлек әрине. Әр адам үшін маңыздысы өзінің жанұясы, үйде сені күтетін, күтіп алатын Құдай қосқан жарың. Сол сенің жеке жанұяна тоқталсақ, қай жылы үйлендің? Қазір қай жылы үйленгенді есіме түсіре алмай болсам, ертең үйде. Мен 2019 жылы отау құрдым. Әлем чемпионатынан келген кезде 2-3 айдан кейін ұзату тойын жасап, одан кейін үйлену тойы өтті. Аллаға шүкір, қазір осы жақында 2 жыл болды. Әке атандым, Аллаға шүкір, 8 айлық қызым бар. Сол отбасылық жағдай. Жолдастың аты? Жолдастың аты Индира. Екеуміз бірге Қарағанды экономика университетінде танысқан болатынбыз. Бірінші курста солай сөйлесіп, достасып, әрі қарай осылай отау құрып өмір сүріп жатырмыз. Бөпенің аты? Бөпенің есімі Аиша. Әке-шешеміз қойды, Аиша деп. Сол, Аллаға шүкір. Енді өзің жаңа айтып отырсың, жарыстан жарыс, дайындықтан дайындық, үйде көп болмайсың. Оны енді түсінеді ғой, үйдегі жан-жарың. Бірақ дей тұрғанмен де бос уақытыңды қалай өткізесің семьямен? Не ұнатасың? Хоббиің қандай? Расымен де үйде өте аз боламыз. Бір жылдың бір ар кетсе 2 ай болатын шығармыз, нақты толық үйде. Қосып санасам ба? Қосып санасам, иә. 10 айы сбор, жарыс. Әке-шешемізді аз көреміз негізі. Қазір осы жолы келдік, әлем чемпионатынан демалыс берді. Қазір үйде әке-шешеміздің қасымызда, Аллаға шүкір, демалып, отбасымызбен бірге кішкене көңіл бөліп оларға. Солай қуанып, өзіміз қуанып, эмоционалды түрде разгрузка болып жатыр бізге. Ал бұлай нақты бір хоббиім бар деп айта алмаймын. Бір нәрсені жақсы көремін деп. Бар өмірім қазіргі сәтте негізі бокспен байланысып тұр. Не жасасам да бәрі бокспен байланысты. Үстел теннисін ұнатамын, бірақ бокс үшін себебі координация керек. Баскетболды ұнатамын, ол да бокс үшін дегендей. Көптеген спорт түрлерін ұнатамын. Балық аулауды ұнатамын, бірақ уақыт жетпейді. Соңғы рет балықта 4 жыл бұрын болыппын ғой. Енді мен ойымша көптеген сборларда жүресің, жарыста да жүресің. Негізі жанұяң қасында болмағанда қаншалықты эмоционалдық тұрғыда әсер етеді рингке шыққан кезде? Отбасым түсініспеншілікпен қарағандықтан ешқандай қиындық жоқ. Керісінше қолдап, жекпе-жектің алдында отбасымды бір ойлап алып, уақыт болса бір телефонмен сөйлесіп алып, жаңағындай керісінше өзіме жігерленетін сияқтымын, солармен сөйлесіп, соларды ойлап, бар күш-жігерді соларды ойлаумен келетін сияқтымын мен үшін. Олар да түсінеді. Бұл өмір бойы емес қой, спорттық мансап өте қысқа. Қазіргі жақында 25-ке келем, ары кетсе тағы 5-6 жыл, одан кейін үйде бала-шағамен боламыз ғой. Осы тұста мынандай сұрақ туындайды. Кәсіби боксқа баратын ой бар ма? Кәсіби боксқа баратын ой бар. Бірінші жекпе-жегімді өткізген болатын карантин кезінде Атырау қаласында. Қазіргі сәтте негізі екі жақта да жүрсем ба деген ой бар. Егер бокс федерациясы мақұлдап рұқсат берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Көбінесе енді алысқа бармай-ақ қояйық. Біздің жерлесіміз бүкіл әлемді бағындырған Геннадий Головкин шетелге көшіп кетті. Ондай ойлар бар ма? Келешекте егер бағын жанып, әлемді бағындырып жатсан, елден көшуге тура келеді ғой? Жоқ, тура келмейді. Неге? Оқу-жаттығу жиындарын өткізуге, жарыста бокстасуға, немесе жекпе-жек өткізуге, Америкаға кетуге болады. Бірақ көшу жоқ, ондай ой жоқ. Көптеген елдерде болдық, жарыспен, оқу-жаттығу жиындарымен. Ештеңе көрген жоқ мен ол жерде көшетіндей. Қызықтыратын ба? Ол жерде тұратындай. Бір апта тұрасың, қызық, 2 апта тұрасың, қызық. Одан кейін еліңді, жеріңді сағынып отырасың. Ол жерде бар мүмкіндік, біздің елімізде де бар, Аллаға шүкір, дайындыққа керек нәрселер. Жоқ, дайындыққа керек нәрсе айта алмаймын. Кәсіпқой бокс болатын болса, ол тек қана Америка ғой. Соны айтып отырмын, Америка, тек қана Америка. Ал тұру жағынан, Қазақстанда бәрі бар, керек заттың бәрі бар.
Енді жақын арада елордамызға, Астанаға көштің. Қалай Астанаға төселіп, үйрендің бе? Ұнап жатыр ма? Жоқ, үйренбедім. Ұнап жатыр, бірақ үйренбедім. Өте қиын болып жатыр, себебі өмір бойы Қарағандыда тұрғаннан кейін, таныс, дос, тума бәрі осы жақта болғаннан кейін, ар жақ өте қиын болып жатыр. Бірақ бұл көптен бері ойланып, жаңағындай дайындалып келген нәрсе Астанаға көшу деген себебі ол жақта жаттығулар бөлек. Қазіргі сәтте Қарағандыда тренировка өткізетін адам жоқ. Мысалы, спарринг партнерлар жоқ. Ащы болса да шындық, Қарағандының боксы құлдырап баратыр, түсіп баратыр. Бұрындары ұлттық құрама командада 5-6, әрі кетсе 9 адам болса, оның 3-4-еуі бірінші номер болатын. Мысалы, Серік Сәпиев, Серік Елеуов, Геннадий Головкин бар, Елдос Айдалин бар. Бәрі, мысалы, бірінші номерлер болатын. Мысалы, одан бөлек 2-3 номерлер қаншама болатын. Қазіргі сәтте мен жалғызбын ұлттық құрама командада 2015 жылдан бері. Не себептен деп ойлайсың? Ойландыратын нәрсе. Неге құлдырап барады? Білмеймін мен оны. Бұл сұраққа мен жауап бермеу керекпін. Бұл сұраққа басшылық жауап беру керек, немесе бапкерлер жауап беру керек. Мен бұны өзімді жеке дара көрсету үшін айтып тұрған жоқпын. Мен бұны сен шындықты айт. Ішім ашып тұрғаннан кейін айтып тұрмын да, сөздің шыны керек. Ақтаудың балалары бірге жүреді, 10 бала, 20 бала, Шымкенттің балалары жүреді, 10 бала, 15 бала болып. Мен жалғыз жүремін Қарағандыдан. Сол жағы мен үшін қарным ашады да, соны көріп, неге жалғызбын дегендей. Астанада мүмкіндік көбірек әрине. Астанада мүмкіндік көбірек, ол жақта залдар бөлек дегендей, бірақ мен Қарағандының атына әлі күнге дейін бокстасып жүрмін. Күн тәртібі туралы айтып берсең, Абылайханның күні нешеде басталады, қалай өтеді? Негізі андай қатып қалған режим жоқ. Жоқ па? Мына уақытта жатасың, мына уақытта тұрасың деген. Оқу жаттығу жиындарында, онда жатасың, 7-те тұрасың, 2-ден 3-ке дейін, немесе 4-ке дейін ұйықтайсың дегендей. Осындай уақытта таңғы ас, осындай уақытта түскі ас деген. Ал мына жақта жүрген кезде біз демаламыз, жаттығу жасаймыз. Күніне 1 рет жасаймыз жаттығу, бірақ 2 сағат, 3 сағат беріліп, андай рахаттанып істейсің да бұл жақта. Отбасың қасында, оған қоса. Бірақ қатып қалған андай не жоқ, режим жоқ. 12-ке дейін ұйықтасақ болды ғой. Иә, жақсы. Сұхбатымызды енді осымен аяқтайық. Өмірлік ұстанымың қандай? Бір ғана мақсат бар. Бұл өмірде адам болып дүниеге келген соң адам болып өту, ешкімнің ала жібін аттамау, және де ертең күні жауап беретін күні амал дәптеріміз оң жағынан шығуға. Одан басқа нақты бір не жоқ, ұстаным жоқ. Жақсы, Абылайхан, уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет. Алда жеңіс күтеміз, үміттенеміз, бәріміз тілекшіміз, жанкүйеріміз. Сол елдің сенімін ақтап, біздің халықтың сенімін ақтап, биіктен көрейік, Алла қаласа келешекте. Рахмет үлкен. Сіздерге де тек қана бар жақсылық тілеймін. Оған қоса құрметті көрермендерге алғысымды білдіргім келеді. Қарағандылықтарға, қазақстандықтарға, жанкүйерлердің қолдауы біз үшін өте қатты маңызды. Ол сырт көзге былай көрінбесе де, біз жарыстарда жүрген кезде оны сеземіз да. Оған қоса көп жанкүйерлер сын айтқан кезде болсын, мақтаған кезде болсын, өте дұрыс айтады да. Біз оны ол информацияны қорытып, жаңағыдан одан бір түйін жасаймыз. Сол себепті сіздерге көп-көп рахмет. Боксты тамашалаңыздар, және бізге жанкүйер болыңыздар. Иә, құрметті көрермендер, Абылайхан өзі айтпақшы, жеңісті күндерде ғана емес, қиын сәттерде де біздің спортшыларымызды қолдап, демеп жүріңіздер. Жеңісті күндерде жолыққанша арнамызға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Абылайханмен болған сұхбатты тамашалаңыздар.